Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Әсем. Біз бүгін нағыз үйгір самсасын жасайтын боламыз. Өте дәмді, қатпарлы самсалардың бірі. Менің каналыма тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Керек заттың құрамын мен описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Ал олай болса біз бастаймыз. Құрамында 3 жұмыртқа, қаймақ, сары май немесе маргарин, ұн, тұз қажет болады. Біз енді қаймақтың үстіне 2 жұмыртқаның сарысын ағынан бөліп аламыз. 1 жұмыртқаны бүтіндей салып, тұзын салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал ұнымыздың үстінде майымызды үккіштен өткізе отырып, крошка жасайтын боламыз. Майымыз холодильниктен алынған, қатты болып тұру керек. Осылайна жақсылап ұнмен араластыра отырып, майымызды теркадан өткізіп алатын боламыз. Ұн мен майымыз осындай әдемі крошка болды. Барлығын үгітуді ұмытпаңыздар. Осының үстіне енді біз қаймақ пен сары майымызды құйып, барлығын біріктіріп, қамырды илейміз. Илеп болғаннан кейін оны біз 2 сағатқа тоңазытқышқа салатын боламыз. Егер асығыс болсаңыз, 30 минутқа морозильникке салып алсаңыздар болады. Менде 2 сағат тұрған қамырымыз осындай қатты болып бірікті. Енді осыны 2 бөлікке бөліп, біреуін холодильникке сала тұратын боламыз. Енді бір бөлігін біз қатты қамыр болады, одан еш уайымдамаңыздар, жаю барысында жұмсарып кетеді. Арасына ұн салып, кәдімгі 5 бармаққа жайған қамырдай етіп, жұқа етіп қамырымызды жаятын боламыз. Екі қамырымызға 100 грамм кетеді. Біз 2 бөлікке бөліп, арасына жағып шығатын боламыз. Барлық жеріне тегіс етіп жағуды ұмытпаңыз. Жағып болғаннан кейін оны біз 10-15 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. Үйгір самсасының фишкасы ол арасына ұнның себілуі. Қатқан майымыздың үстіне осылай жұқа етіп ұнымызды сеуіп шығатын боламыз. Одан кейін осылайнан дөңгелек етіп орап шығамыз. Оралған қамырымызды енді біз 2 сағатқа холодильникке қалдыратын боламыз. Майы қатып, жақсы бір-біріне сіңісуі қажет. Біз енді салмасын дайындауға кірісеміз. Пиязымызды осылай жұқа етіп турап шығатын боламыз. Туралған пиязымыздың үстіне тұзды, қара бұрышты зираны қосып, пиязымызды жақсылап езетін боламыз. Оның үстіне езіп болғаннан кейін фаршымызды салып, барлығы біріккенше жақсылап араластырып, 10 минутқа бөлме температурасында салмасын қалдыратын боламыз.
алған салмамызды енді 25 граммнан осылайынан бөліп шығатын боламыз. Ол әрине өз қалауларыңыз. Осылай бөліп шықсаңыздар, салған кезде барлығы бір тегіс болады. Енді 2 сағат тұрған қамырымызды алып, оны 30 граммнан бөліп шығатын боламыз. Барлығын бөліп алғаннан кейін енді біз қамырларымызды осылай дөңгелек пішінге дәл видеода да етіп келтіріп аламыз. Одан кейін жаюға кірісеміз. Орташа қалыңдықта етіп қамырларымызды дөңгелек пішінде жаятын боламыз. Шет-шетін басамыз, ортасына тиюдің еш қажеті жоқ. Орташа қалыңдықта жайылған қамырымыздың ішіне салмасын салып, самсаларымызды түйуге кірісетін боламыз. Бірінші самсамызды түйу барысында бір-бірін жақсылап жабыстыруды ұмытпаңыз. Ашылып кетсе, ішіндегі начинкамыз шығып кетуі мүмкін. Осылайынан түйіп шығатын боламыз. Әрине, түйу өз қалауларыңыз. Самсаларымыздың барлығын түйіп болдық. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста 30 минутқа самсаларымызды пісіріп алатын боламыз. Бетіне жұмыртқасын, күнжіт немесе мак себетін боламыз. Құрметті көрермендер, егер сізге менің видеом ұнаған болса, маған тіркелуді, лүпіл басуды және комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады, сол үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған әсем ас болсын.